на этот камень. Сосын бастаймыз. Ал бастай берейік. Мына бірінші тұрған витамин для мужчин деп тұр да. Ер адамның организміне керек барлық микроэлементтер бар. Біздің адамның ағзасында Менделеевтің таблицасында оққан барлық витаминдер болу керек. Сол витаминдердің қайсысы жетіспейді организмде, вот сол жаңағы бір организмде дефекті бастайды. Сол мына микроэлементтердің бәрі мына ер адамға арналған витамин. Біздер енді жаңағы барлық адам витаминдерді ішуіміз керек, себебі біздердің қазір жеп жатқан тамағымыз натуральный емес, магазиндегі кілең жаңағы консервант нелер жеп жатқандарымыз, холестерин составы. Сондықтан да біздер дополнительно осындай витаминдер ішпесек, уже 40-тан кейін, 50-ден кейін әртүрлі жаңа сахарный диабет, давление деген сияқты қазір екінің бірі сондай әртүрлі жаңағы аурулар пайда болады. Сол мына 24 түрлі витамин, минерал бар ішінде дейді, иммунитет көтереді, жаңағы денсаулықтың қадірін үлкейген сайын бозырысқа қарай білеміз ғой. Мысалға жас кезімізде ештеңені сезген жоқпыз, жүре бердік. 40-тан кейін уже әнжер-мінжерің ауырып бастайды. Сонда уже ол организмге микроэлементтер жетіспей жатыр деген сөз. Екіншісі мынау витамин для женщин составында железо бар. Әйел адамдардың мысалы айтқанда әйел адам неге бөледі екен деймін. Сонда әйел адам мен ер адамның организмі екі түрлі ма? Сонда получается адамбыз ғой бәріміз. Адам болғанменен дейтін, ер адам, әйел адамның организміне керек заттар экстраген не деген сияқты гормондармен бөлінеді, екі түрлі болады. Себебі ер адамның ерлік қасиеті, әйел адамның әйелдік қасиеті бар, соған байланысты. Сосын әйел адамдардың көбінде организмде желез жетіспейді, сондықтан да составында железо. Потому что біздер каждый раз терлеген сайын, туалетке барған сайын, әйел адамдардың жаңағы етеккірі келген сайын организміне железо кетіп отырады. Сондықтан соған восстановлениеге составында жаңағы железо бар. Осы витаминді алып, қазір көктем, как раз адамдарда нехватка витамин. Осы витаминдерді бәріміз қосымша ішіп отыруымыз керек. Себебі біз күнделікті тамақтан алмаймыз. Біз күнделікті малды өзіміз сойып жеп, малды сауып ішіп отырған жоқпыз ғой, натуральный продукцияларды. Жаңағы көк шөпті жерден жұлып алып жеп отқан жоқпыз. Біздің мына алма жеп атамыз, витамин, енді базардағы заттарды алып жеп атамыз ғой. Бірақ алманың құрамында жұлып алғаннан кейін 12 сағаттан кейін жоғалып кететін витаминдер болады екен. Сондай витаминдерді алмаймыз, сондықтан да біздің организмдеріміз жайлап жаңағы 40-тан асқасын, 50-ден асқасын дефект беріп бастайды. Содан кейін мынау D3 плюс K2 деген, D3 деген бұл күннің көзінен алатын кәдімгі витамин ғой D3. Но бірақ біз күннің көзінде жүрміз бе? Теңізге барып загар аламыз ба? Даже жазды күні бармаймыз теңізге, не то что далаға шығып күннің көзінде жүрмейміз. Күн ысып кетсе, наоборот, тығылып жаңағы қашып, кондиционер қосып сөйтеміз ғой. Күннің астында тұрмауға тырысып, помещениеде тығылып отырамыз да. Вот сондықтан да біздерде қазір мына барлық адамда да D3 жетіспейді. Оны анализ тапсырып білсеңіздер болады. Если организм D3 жетіспесе не болады организмде? Организмде D3 жетіспесе, сіз мысалға кальций алып ішіп жатсыз, мысалға да, кальций, жаңағы спирулина, бірдеңе витаминдер ішіп жатсыз ғой. Если организмде D3 жетіспей ма, ол витаминдер организмге сіңбейді екен. Сондықтан да біз әуелі витаминдерді ішуді осы D3-ден бастауымыз керек екен. Сосын бұл жерде D3 плюс K2 деп тұр да, ол K2 деген витамин көп жерде жоқ, көптеген компанияда K2 деген витамин жоқ. Бұл K2 именно организмде K2 жетіспегеннен инсульт, инфаркт аламыз екен. D3 сосын 2000 деген изат анау, K2 2000 деген. Ол дозысы. 2000-дық дозы, D3 2000-дық, 5000-дық, 10 000-дық деген болады. Адамдарға солай назначение беріледі организмде, ол дозысы. Сондықтан K2 деген жаңағы ол мына қазір енді инсульт алған, инфаркт алған адамдар бар ғой, солар мысалға бір қол бір аяқтарын ала алмай қалып жатады.
соларға восстановлениеге обязательно К2 керек екен. Организмде К2 жетіспесе, ол кісі восстановление бола алмайды екен. Міне осындай өте жақсы керемет продукциялар. Енді бұл продукциялардың мен өзім қазір Д3-ді ішіп жатырмын. Адамға күш береді, күш қуат береді. Сосын мен мына магнезияны ішіп жатырмын. Өзіме алғыздым магнезияны. Магний деген зат ол нервный система. Мидың қан айналымын жақсартады, зрениеге, бәріне магний керек организмге. Сосын ұйқыны восстановление жасауға осы магнезия керек. Мен соңғы кезде ұйқым бұзылып кетіп жүр, оянып кетсем қайтадан ұйықтай алмай қаламын. Бұрын жаңағы тушка атыватса да ұйықтай беретін едік қой жас кезімізде. Ондай емес, ден за днем возрастқа қарай ұйқы қашып бастайды екен. Сол мына магнезия сондай нелерге өте көмектеседі. Сосын нервный системаны успокаивать етеді. Қазір адамдардың бәрі раздраженный, нервный, көшеде келатып, просто так адамдарға қарасаңыздар, қабағын түйіп алып келатқан бір адам ғой. Мінекей. Сол жаңағы нервный системамызды алып. Мысалға, бір кейде біреу ашуланып, жылап, сөйтіп переживать етіп жатса, су ішіңіз, су іш деп сөйтеді ғой. Судың құрамында магний бар. Адам суды ұрттағаннан кейін успокоение болады организмде. Сол бұл магнезияны кешке қарай жаңағы екі капсуласын ішіп аласыз. Оны күндіз ішуге болмайды, ұйқыны келтіреді, ұйқы жөнделеді. Міне осындай магнезия, ол керек бәр адамның организміне керек зат. А протеин только жас балдарға ма, әлде бізге де бола ма? Для чего это вообще? Протеин деген сөз ол белок. Біз 90% біздің клеткаларымыз белоктан тұрады. Организмге белок керек. Мына мышечный массаларымыз былжырап кетеді ғой, былжырап. Біз себебі постоянно жаңағы уже бізде физический труд жоқ қой. Отырамыз, онда да үйде де жаңағы жерге отырып, сколько адам барып столға бүйтіп отырамыз да, тұрып кете береміз, біздің мышцаларымыз қозғалмайды, сондықтан да мышцалар босайды. Организмде белок болмаса, уже манағы не қылады. Сол бұл тек қана бұл жастарға емес, бұл питание организмге. Наоборот, біз ет жейміз мысалға да, сол белок аламыз. Сондай не, біз именно Маңғыстаудың адамдары еттен аламыз деп ойлаймын, белокты. Ол керек организм. Суперзелен деген бұл енді жаңағы құрамында нелері бар. Ананы жауып қылсашы, тимеші. Бұл кишечник тазалайды. Баяғыда осы бір компанияда, продукция компанияда жасап жүрмін, неше жылдан бері, 20 жылдай уақыт болып қалып, бір компанияда біздерге көп адам отырмыз. Иммунитет деген не деп сұрады бір. Жаңағы, осындай бізге презентация өткізіп жатыр. Иммунитет деген не зат, ол қандай орган, қай жерде тұрады деп сұрады. Сонда біздің қасымызда врачтарда отыр, ешкім жауап бере алмады. Иммунитет деген орган жоқ қой? Иә, жоқ. А вот именно иммунитет деген кишечник екен. Кишечник, микрофлораң нормальный болмаса, ол жерде иммунитет болмайды. Мына суперзелен деген сол именно біздің жаңағы кишечниктеріміздің бойында тұрып қалған застойларды тазалайды. Сосын жаңағы иммунитетімізді көтереді, адамға энергия береді. Жаңағы тамақтарымызды дұрыс қорытуға, сосын организм тазалану керек қой. Мысалға, үйді жинамасаң да, бір апта бойы үйді жинамасаң қандай болады? Соны қараңыз. Сосын мысалға, үйді күнде, например, жинаймыз, аптасына бір мезгіл генеральный уборка жасаймыз мысалға да. Жылына бір мезгіл үйдің ішіне жаңағы косметический ремонт жасаймыз. Сол сияқты біздің организмімізде засорение, ауадан, судан, лас-заттар алып жатырмыз. Жеп жатқан тамақтарымыздан біздерде жаңағы кишечниктердің бойында налеттер тұрып қалып жатыр да. Сол налеттер тұрып қалып, егер біз кишечник тазаламасақ, енді күнделікті жеп жатқан тамақтан мысалы ет жейміз да, витамин алуымыз керек қой. Мына кишечниктердің бойында мынандай палочка нелер болады. Не зат деп айтайын. Біткен анандай талшықтар тұрады кишечниктердің бойында. Келатқан тамақтардан асқазан қорытып. Иә, сол талшықтар мана асқазан қорытып жібергеннен кейін тамақтар өтіп баратқанда сол талшықтар организмге керек.
жаңағы витаминдерді сорып алып біздің организмге, қанға, жаңа жүрекке, басқа дене мүшелерімізге барады екен. Ал сол манағы кишечниктің бойында уже налеттер тұрып қалса, ол мана талшықтар жұмыс жасамай қалады да, содан кейін сен қаншама биодобавка алып ішіп ат, қаншама күшті құнарлы тамақ жеп ат, бәрібір прям унитазға кетіп жатады екен. Сондықтан да бізге организмімізге очищение өте важно. Органический суперкрасный өте ойыңыз енді. Бұл суперкрасный деген мына нені қан айналым. Біздің қанымыз қою. Қазір адамдарда қан қою, себебі кислород жетіспейді. Кислород жетіспегендіктен организмде қан қойылады. Мынау сол именно біздің мына қанымыздың құрамын жөндейді. Біздің сосудтарымызды укрепление жасайды. Мысалға, біреулер постоянно повышенное давлениемен жүреді. Себебі тромб, застойлар болады, қойылып қалған, тұрып қалған нелер болады. Сондықтан манағы қан дұрыс айналмағаннан кейін сосудтар андай хрупкий болады да, бір күн болмаса бір күн 200 давление, например, кейде қатты қуанғанда или біреу бірдеңе қатты жаман хабар естігенде все-таки басың ауырып кетеді ғой. Сол кезде бізде ол адам болғаннан кейін біздің жүректен қан тамырларына қанның давлениесі көтеріліп кетеді. Сондай мезгілде сіздің мына қан тамырларыңыздың бойында жаңағы холестерин, тромбтар тұрған болса, сіздің сосудтарыңыз хрупкий болады да, бір жерден чук кетіп, лопаться етіп кетуі мүмкін да. Вот инсульт, инфаркт содан аламыз. Ал мына суперкрасныйды алып ішсек, біздің қан тамырларымыздың бойындағы тромбтарды жүргізеді. Біздің сосудтарымызды эластичный қылады. Ол адам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін переживание болады. Любой адамда мына давление деген зат көтеріледі. Қатты қуансақ та давлениеміз көтеріледі, мысалға да бірдеңеге. Сол кезде манағы қанның давлениесі күшейген мезгілде біздің сосудтарымыз эластичный болса, кішкене созылып кетеді де, қайтадан орнына барады. Инсульт, инфаркт алмаймыз. Міне соның алдын алу үшін осы біз суперкрасныйды алып ішуіміз керек екен. Ол да қазір складта жоқ екен. Заказать етіп басып қарап едім ғой. Енді бұл продукциялардың енді жақсылығынан шығар. Бұл компанияның продукциясы көп емес, басқа компаниялар 200-300 наименованиесі жоқ. Азғантай ғана наименованиемен өте үлкен товарооборот беріп отыр. Продукция жақсы болғандықтан. А если жаман продукция болса, сен оны алдап бір рет сатарсың, 2 рет сатарсың, үшінші рет алмайды ғой халық. Товарооборот жүрмейді. А мына азғантай продукциямен товарооборот беріп отыр, значит, бұның продукциялары өте керемет. Енді мен қазір органический кофе дегенді ішіп жатырмын. Бұның құрамы 6 түрлі грибыйдан тұрады. Сондықтан да бұл жаңағы адамға өте организмге керек барлық витаминдер, нелерді аласыздар. Адамға күш қуат береді. Күн ұзаққа мысалға таңертең, қазір енді оразамыз ғой, таңертең сәріде ішіп аламыз. Целый ден осы қарның да ашырмайды, дым қарның ашпайды. Именно вес тастаймын деген адамдар диета ұстағымыз келеді, бірақ ар жағымыз тіреп, қарнымыз ашып баратыр. Ол шыдай алмайсың ғой, бір күн шыдарсың, 2 күн шыдарсың, уже 5-6 күннен кейін срывать етесің, ананы жеп қоясың, мынаны жеп. Мына кофені ішіп алып отырсаңыздар, мына клетка өзіне керек витаминдерді алса, ол сенің қарның ашып, ар жақ тілемейді. Ар жағың тілеп тұрса, сен диетаны 10 жерден ұстайын, сен ұстай алмайсың. Сондықтан да дәмі де өте керемет, енді өте күшті екен. Мен өзім ішіп жатырмын. Таңертең ішіп аламын 2 стакан кофе. Целый ден бар ғой, ораза кешке дейін тіпті қарным ашпайды ғой. Көп ішеді екенсіз, мен 1 стакан ішемін, экономдап деймін бе өзі біреу бәрі. Мен кофені жақсы көремін, 2 стакан ішіп аламын, не болса болсын. Енді КБД масло дегеніміз, бұл деген конопля масло. Конопля деген наркотик қой, наркотик. Сондықтан да бұл деген осының маслысы қазір жаңағы уже медицинада доказано, медицинский доказательствосы бар. Бұл деген обезболивающее действие береді, онкологиямен кәдімгі ең төменгі неде. Жерде бар вакциналар бар негізінде. Иә, үлкен степенге кетіп қалған адамдарға да көмектеседі. Себебі онкологиядан 4-ші стадияларға кетіп уже адам бітейін деп жатқан мезгілде травмадол салады. Потому что адский боль болады, да? Мына боль снимает, онкологический клеткаларды подавляет. Сосын
нарушенный клеткаларды восстановление жасайды, балдардың иммунитетін көтереді. ДЦП балдарға, ЗПР, сөйлей алмай жатқан балдар талай осы КБД масылын тілдің астына тамызамыз екен. Енді осы кеше Атырауда айтыпты ғой осыны. Ертең бұйырса Марат мырза келеді ғой. Тілдерің астына вот бір рет хотя бы КБД масылын попробуйте депті, өздерің көресіңдер депті. Мен осы конопля масылын осыдан 2-3 жыл бұрын американский компаниядан 100 миллилитрін 75 мың теңгеге сатып алдым. Біздерде бұл жаңағы $18 тұрады. Аминос дейтін сочетание. Аминос деген бұл не ғой? Аминокислота организмге жаңағы аминокислота керек. Оны біз кез келген тамақтан алмаймыз. Бұл да иммунитетке, жаңағы энергия бәріне көмектеседі аминокислота деген зат. Бұлардың бәрі порошкообразный, суға есіп жесін, дәмдері тәтті, өте жақсы. Енді фактор 4 деген бұл не? Аяқты жақсылап дейді. Натуральный антибиотик. Мысалға, бір жеріміз воспаление, ауырсақ, почка приступ берсе, температура берсе, алып келеді бізге антибиотик не қылады ғой? Больницада, аптекадағы антибиотиктер, олар жаңағы не? Искусственный синтетический антибиотиктер, олар біздің бүткіл организмде микробтарды өлтіреді, сонымен қоса иммунитетімізді қоса өлтіріп тастайды екен. Ал мына фактор 4 бұл натуральный антибиотик организмдегі барлық воспалительный жаңағы микроб бактерияларды өлтіреді, воспалительный процесстерді жоқ қылады, қан айналымын жақсартады. Енді өте керемет зат. Мына дейтінді бір жігіт Асияның қасында. Бұл енді жаңа спортсмендерге питание, мышцаларын укрепление жасауға, энергия беруге мысалға да. Соған сондай коктейль бұл деген. Бұл мына қазір енді жастардың бәрі жаңағы немен айналысады ғой, спортпенен. Сондай адамдарға керек. Кремдермен жағып жатырмын, күшті. Біреу күреске қатысады, біреу жаңа дзюдоға қатысады, бәріне де күш керек қой, жас балдарға, соларға керек зат. Оны енді үлкен кісілерде не қылса ішсе, энергия көтереді, энергия керек қой. Тым істемей қара діңкеміз құрып жүреді ғой, энергия жоқ бізде. Өзіміздің денемізді көтеріп жүретін энергия жоқ. Сондықтан да бұл коктейльдердің бәрі бізге керек. Не то, что басқа бірдеңе істеп қатырмақ түгіл, денемізді көтеріп жүретін энергия жоқ қой. Шаршап бір жерге жүріп кетсек, діңкеміз жоқ. Бар ғой, мына мгновенный бонус бар ғой, полный, бұл тек не екен, под глаз екен, соны имейте в виду. Бұл мынау, мгновенный молодость деген крем. Крем ол 13 грамм, тек вокруг глаз. Мына көздің айналасында, сосын мына жерлерде жаңа носогубтерде түсіп тұрған, ауыздың айналасында машина, тек қана машиналарға жағасыңдар. Машиналарды разглаживать етеді и постепенно машина кетеді екен. Просто временный эффект береді деп ойламаңыздар. Это лечебный. Мынау енді полный пакет, мынау. Сосын мына продукцияларды кішкене мына комплекспен алсаңыздар, арзандау түсетін сияқты. Солай деп ойлаймын. Есептеп қарадым, не сильно арзан, просто тер өтпей. Жоқ, не сильно арзан емес, все-таки арзан болады. Бір басуға рақат та, мен бір-бірдеп тер өтпейсің, өткенде Ерғали екеуміз қарадық қой. Бір басасың да, бір күні, каждый день теріп өтқанын. Например, мына максимальный энергетический пакет дегенді басып қараш, $100 қанша зат ала? $100 емес даже. $90 ма? Қашы мына? Ортасын тұрғанды. Запись қой мынау, давайте. Мынау лайффудтың хорошая шапка, бұйырса енді осы заказда өткенде. Футболка нелерін алып, ертең жазда теңіздің жағасына шығып, лайффуд деп жүрейік, бүткіл адамды шақырып. Енді мына не қылайын, запись тоқтатайын. Өте жақсы. Енді бұл ертең сенен тыңдадық сізден, то есть енді Лайладан тыңдаймыз, одан кейін Асекомыз может үйреніп кетеріміз дейін ба? Мына запись. Өзім жалпылама